Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ жеріндегі ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Біз бұған дейін ежелгі дүние мәдениетін өткен болатынбыз. Ежелгі дүние мәдениетінде біздер ежелгі Мысыр, ежелгі Вавилония, ежелгі Аккад Шумер мәдениетін, Қосөзем мәдениетін, ежелгі үнді мәдениетін, ежелгі Қытай мәдениетін, ежелгі Грек Рим мәдениеттерін өткен болатынбыз. Енді бүгінгі күні біз қазақ мәдениетін өткелі отырмыз. Қазақ мәдениетінде қарастырылатын сұрақтар: қазақ мәдениетінің түп негізі, Андронов Беғазы Дәнібай мәдениеті, ежелгі сақ өнері, ұлы жібек жолы бойындағы қала мәдениетінің дамуы. Енді ежелгі қазақ мәдениетінің дамуы бұл ең алғашқы адамдардың пайда болуымен байланыстырамыз. Бұл ежелгі адамдар тас дәуірінде пайда болды. Тас дәуірінде пайда болып, ең алғашқы еңбек құралдарының барлығы тастан жасалды. Олар қазғыш таяқ, үшкір тас, шоқпар сияқты болды. Еңбек құралдары одан басқа чоппер, чоплинг, ине мен біз, жұмыртасы сияқты нәрселер болды. Мына жерде суреттен көріп кеткеніңіздей осындай құралдарды пайдаланды. Мәдениеттер, ең алғашқы мәдениеттердің бірі Атбасар мәдениеті. Бұл Атбасар мәдениетінің шоғырланған жері Атбасар ауданы, Ақмола облысында орналасқан. Біздің заманымыздан бұрынғы 7-ші мыңжылдығының аяғы мен 6-шы мыңжылдықтың басындағы мәдениеттің бірі. Келте-Минар мәдениеті. Бұл біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықтың аяғы мен 2000 жылдықтың басындағы Қазақстан және Орта Азия территориясындағы мәдениет. Батыс қазақстандық варианты болып табылады. Енді бұдан басқа Ботай мәдениеті деген бар. Ботай мәдениеті энолит дәуірінде солтүстік Қазақстанды мекендеген тайпалар мәдениеті. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Никольский ауылының оңтүстік шығысқа қарай метр жарым шақырым жерде Ботай қоныстарына байланысты аталған. Ботай ескерткішін Виктор Зайберг профессор экспедицияның басшылығымен қазба жұмыстарын жүргізген екен. Алғашқыда дөңгелек және көп бұрышты қазан шұңқыр қазба алынды. Қазан шұңқырдың тереңдігі 60-80 сантиметр болды. Ауданы 30-дан 70 шаршы метр. Кейін сазды сулап, домардақ күйінде қабырғаға салған, сыртынан жануарлар сүйегімен бекіткен екен. Ежелгі тұрғын жайлардың қабырға ені 80-120 сантиметр болды. Биіктігі 60-100 метр сантиметр болды. Тұрғын жайлар маңында арнайы ор қазылып, ол жерде еден қабырғаға арналған сылауға қажетті саздар алынды. Қабырға параметрлері бойынша бөренеден шатырлары мен қаптап ортасында түтін шығаратын тетік жасалған екен. Бөрене сазбен сыланып, жоғарыдан жануар терісімен қыртаспен жабылған болды. Ботайлықтардың тағы бір сол кездегі мәдениеті ол шұңқыр консервілерде. Ұзақ уақыт бойы етті шұңқыр қазып, жылқының етін тұтастай салып, терісімен және сазбен жапқан, үстіне от жағып, оттегінің тотығымен жанып болғанын күтеді. Дайын болған ет ауасызда сол шұңқырда бұзылмай сақталатын болған. Сол кездегі салқындатқыш десек те болады. Сол кезде етті солай сақтаған екен. Бұл Ботай мәдениетінің бұрынғы кезде Ботай аттары бұрынғыдай белгілі жылқылар түріне жатпайтын болып шықты. Ботай аттарының сүйегі өзге де ежелгі аттар сүйегіне ерекшеленіп тұрды. Ғалымдар бір ауыздан Ботай аттарының қолға үйретілген деген пікірді ұстанды. Олар далада жүрген жабайы жануар еместігін айтады. Жылқылар үй шаруасында аң аулауға қолданылған. Яғни Ботай қонысының Еуразия даласында мал шаруашылығы орталығы болған деседі. Енді қола дәуіріне көшетін болса, қола дәуірінің ерекшелігін білеміз. Қола дәуірінде ең алғашқы түсті металл қоланы алды. Қоланы алу үшін мыс пен қалайының қорытындысынан қоланы өндіріп алды. Бұны сіздер тарих сабағынан Қазақстан
тарихы сабағынан білесіздер. Бұл кезеңдегі мәдениетті андронов мәдениеті деп атады. Бұл қоладан жасалған нәрселер, үшкір жаңағы саймандар немесе мына көптеген ыдыс аяқтарда сол қола дәуірінде пайда болды. Қазақстан жеріндегі қола дәуірінің кезеңінде өмір сүрген адамдардың негізгі мәдениеті ғылымда андронов мәдениеті деп аталды. Себебі қола дәуірінің алғашқы ескерткіші андронов қонысы маңынан табылған. Андронов мәдениеті шығыстағы Минусинск шұңқырынан бастап солтүстік аса үлкен батыс Сібір жазығынан Қазақстанның оңтүстігіндегі Памир тауларына дейінгі кең байтақ аумақты қамтыған. Андронов тайпалары Қазақстанның барлық аймағын мекендеген. Негізгі қоныстанған аудары орталық Қазақстан. Бұл жерден көптеген суретте көріп тұрғандарыңыздай жаңағы 30-дан аса қоныстар мен 150-ден аса қабір тауылып зерттелген. Обалар деп айтамыз. Обалар сол кезеңдегі зираттарды обалар деп атаған. Қола дәуірінде Қазақстанды мекендеген тайпалар қыш ыдыстар жасаған. Бұл көбіне әйелдер ісі болған. Мұндай ыдыстарды жасағанда негізінен шикізат ретінде балшықты пайдаланған екен. Енді діні мен өнеріне келетін болсақ, қола дәуіріндегі адамдардың ең алдымен табиғат күштеріне табынды. Андроновтар арасында өлгендерге табыну да күшті болған, сондықтан жерлеу ғұрпына ерекше мән берілген. Адамдарды жерлегенде басын батысқа немесе оңтүстік батысқа қаратқан, өліктің аяқ қолын бүгіп қабірге жатқызған, адам өлігін өртеп күлін қабірге қою ғұрпы да болған. Бұл ерте кезеңдегі жағы діні мен өнер деп айтсақ та болады. Сонымен қатар олардың өнерде жақсы дамыған құш құмыралар жасап, және қана қоймай геометриялық фигураларды да салған. Бұл құмыралардың сыртына жаңағы аңның суреттерін салған. Бұны аң стилі деп атаған. Өйткені бұлардың бүкіл мәдениетінің барлығы жаңағы аңмен байланысты болды. Аңды аулады, аңның етін пайдаланды. Сондықтан бұлардың өмірінің бәрі аңмен байланысты болғасын, құш құмыраларының сыртына аңның суретін салды. Киімдері аңның терісінен жасалды. Сондықтан бұл кезеңді аң стилі деп атаймыз. Енді бұл жаңағы таңбалар. Енді Беғазы Дәндібай мәдениетіне көшетін болсақ, Беғазы Дәндібай мәдениеті кейінгі қола дәуірінен кейінгі орталық Қазақстанда пайда болған мәдениеттің бірі. Беғазы Дәндібай ескерткіштері туралы жаңағы академик Әлкей Марғұланның Беғазы Дәндібай мәдениеті туралы көптеген жаңағы зерттеулер айтты. Бұл жаңағы сол кезеңдегі батыс Ұлытау, шығысында Абралы, Шыңғыс таулары, оңтүстігінде Жеті Қоңырдан Ертіс бойына дейінгі Нұра, Сарысу, Кеңгір өзендері бойлары мен Қызылтау, Бұғалы, Қызыларай, Қарақаралы, Баянауыл таулары аралығындағы кең жазықтарды қоныс еткен. Бұл кезде одан бұрынғы андрон мәдениетіне тән үлгілер сақталуымен қатар жаңа жерлеу ғимараттары, тұрғын үйлер пайда болып, жерлеу салты, өзіндік шаруашылық түрлері қалыптасты. Беғазы Дәндібай мәдениеті туралы үлкен жаңағы видео бар, соны сабақ барысында көресіздер. Енді біздер жаңағы сақтарға көшетін болсақ, сақтар біз тарихтан да өттіңіздер. Сақтар жаңағы осы қазақ жерінің көптеген жерлерін қоныстанған. Бұл Бесшатыр қорымы және Есік обасы жатады. Бұл жерлерден көптеген сақ дәуіріндегі жаңағы адамдардың, алтын адамның жаңағы ескерткіштері табылды. Тасмула мәдениетіне көшетін болсақ, бұл жерде жаңағы Марғұлан, Қадырбаев сияқты сынды археологтар жүргізді. Бұл обалардың ерекшелігі, оларда тас жалы мұртты
болады, бірнеше варианттардан тұрады. Негізгі обаға жанаса немесе оның шығыс бетінде иек астында кіші обалар тұрады. Оба дегеніміз бейітті айтамыз. Бұл жаңағы бірінің сыртына бірі қазылған жаңағы бейіттерді көруге болады. Бұл жаңағы тасмола мәдениеті деп айтсақ та болады. Енді бұл сақтардың мәдениетіне мана айтып кеттім, аң стилін айттым. Сіздерге қалай болатын аң стилінің, сол кезде сақтар да аң стилін ұстанған екен. Енді жібек жолы туралы видеоны мына жерден көріп кете аламыз. Ұлы жібек жолы. Көз алдыңда күн астында күйіп тұрған алып шөл далалар, аяғы көрінбейтін қымбат жүктері бар керуендер, мыңдаған шақырым жол жүріп өткен саудагерлер, алдындағы мақсатына қырлардан, шөл даладан да өтуге дайын көпестер елестейді. Жол барысында жаңа қалалар пайда болып, ескілерінің тас талқаны шықты. Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалданды. Ұлы жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың, тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына өзіндік септігін тигізген. Талай тарихи орындардың әлемге танылуына әсер болған теңдесі жоқ сауда маршруты. Бұл сауда жол ғана емес, екі алпауыт цивилизация арасындағы мәдени экономикалық көпір деп айтуға толық. Міне, осы жаңағы ежелгі қазақ мәдениеті, ежелгі жібек жолы, осыны жібек жолы туралы видеоны да қазір сіздерге саламын, сол жерден қарап аласыздар. Мынау сол кездегі сақ патшайымы Томирис. Өздеріңізге барлығы түсінікті ме? Түсінікті болмаған жерін менен сұрарсыздар.